Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұлдынұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым жақында ғана тағы да бір рет сәбилі болған біздің UFC-дағы басты жұлдызымыз Шавкат Рахмоновқа арналмақ. Яғни жақында ғана осы UFC-дің басты комментаторлары Дэниел Корме өзінің YouTube каналында, сонымен қатар жалпы UFC-дің ең бұрыннан бері келе жатқан атақты аңыз комментаторы Джо Роган өзінің подкастында Макс Холлоумен бірге отырған кезінде осы Шавкат туралы айтып өткен болатын. Міне, осыған байланысты біздің бүгінгі шығарылым осы аталған подкасттарға байланысты болмақ. Өздеріңіз білетіндей, UFC-дің аңыз комментаторы бұрыннан келе жатқан Джо Роганның Джо Роган Experience деп аталатын подкасты бар. Осыдан осы UFC 300 турнирінен кейін, 2 күннен кейін осы UFC-дің комментаторы Джо Роганмен бірге Макс Холлоуэй Джо Роган Experience деп аталатын подкастта подкаст өткізген болатын. Дәл сол подкастта Джо Роган Макс Холлоуэйдан сен Шавкат Рахмоновты білесің ғой деп сұрағанда, Макс Холлоуэй иә мен білемін. Джо Роган осы соңғы кездесуінде менің білуімше ол аяғынан жарақат алып шыққан болу керек. Стивен Вондербой Томпсонмен бірге деген кезде Макс Холлоуэй иә ол жігітті білемін мен. Соңғы кездесуінде жарақат алып шықты, бірақ сен білесің бе, оның алдындағы кездесуі Джефф Нилмен қандай тартысты өтті? Джефф Нил жалпы сол кездесуге 4 фунтқа, яғни 2,5 килограммға ауыр болып шыққан барлығымыз білеміз. Бірақ та сол жаңағы салмақ қуғаннан кейін олар қайтадан салмағын орнына келтіру кезінде жалпы Джефф Нил 30 фунт өзіне қосып алған болатын. Яғни ол Джефф Нил салмақ өлшеу барысында 175 фунт болса, осы кездесуге ол 200 фунтқа жуық салмақпен шыққан болатын. Міне осыған байланысты Макс Холлоуэй өзінің таңғалысын білдіріп, Джефф Нилді қалай қылқындырғанын көргенмен, тура кинодағыдай болмаса біздің жаңағы үлкен ағаларымыз кішкентай інілерін қылқындырғандағыдай тура солай қылқындырып тастады. Бұл керемет кездесу болды. Жалпы бұл жауынгерді мен өте жақсы көремін. Бұл жауынгер өте жаңағы ағылшынша айтқанда killer, яғни қарсыласын бірден сұлататын, үнемей жүретін, жаңағы адам өлтіретін секілді деп, яғни тырнақшаның ішінде айтқан болатын. Міне осындай Макс Холлоуэй деген аңыз адам UFC-дағы Шавкат туралы осындай керемет ой қалдырған болатын. Like Shavkat. Yeah. Shavkat Rachmanov. Yeah. That dude's Crazy. a beast. Crazy, bro. Apparently he fought that fight with like a broken foot or something. He had something wrong with him, his last fight. Yeah, I'm not sure. With Wonder Boy, that's why he took him down, submitted him. Yeah. Bro. Yeah. Yeah, that guy, bro. Oh my God, He couldn't strike because he had something wrong with him. Even when he fought Neil? Yeah. Bro, what is his name? What is his Jeff name? Neal? Yeah, Jeff Neal, Yeah. bro. And he freaking said, who does that to him? Bro, you know how strong you gotta be to do that to Jeff Neal? Yeah. Jeff Neal was 200 pounds that night, they said. Mm-hmm. Holy shit. Jeff Neal's good, He too, gained man. 30 pounds, bro. Yeah. Bro, that guy is weird strong, bro. I know, it bro. doesn't look it. No, It's not crazy. at all. But to squeeze someone's neck off like that, I bro, know. standing. That's like one hook in. That was almost like a bully, bully show. Like, I got you, say uncle, you know, like that's crazy, bro. That's insane. In my mind, I was looking at it that way, like that is insane. And how you do it to Neil? Neil's a tough son of a gun, bro. He Very good. punches hard, and he landed hard shots. Yeah. And Chaga was like, boom, boom, okay, now I choke you. Тағы бір нәрсе, осы жақында ғана Дэниел Корме осы Иэн Герри мен Колби Ковингтон арасында кездесу өтуі мүмкін дегенге байланысты өзінің шығарылымын шығарған болатын. Және де сол шығарылымда Дэниел Корменің бір айтып өткен нәрсесі менің өзімнің көңілімнен шыққан жоқ. Неге десеңіздер, достар, өйткені сол шығарылымда Дэниел Корме жалпы Иэн Герри Колби Ковингтонмен шығатын болса, Иэн Герридің акциясы көтеріледі. Иэн Герри жалпы қазіргі кезде өзінің әлеуметтік желісінде өте белсенді болып жүр. Колби Ковингтон екеуінің арасында жаңағы әлеуметтік желіде үлкен соғыс болды. Колби Ковингтон Иэн Герридің жалпы жеке өміріне араласуда. Осыған байланысты егер де Иэн Герри Колби Ковингтон секілді үлкен ауызды жалпы әлеуметтік желіде өте белсенді, сонымен қатар Америкадағы UFC-дегі ең атақты жауынгерлердің, атышулы жауынгерлердің бірін жеңсе, оның акциясы тіпті Шавкат Рахмоновтан да көтеріліп кетуі деп айтқан сөзі менің ойымнан шыққан жоқ болатын.
but he's got to beat guys like Ian Gary. And for Ian Gary, now you go and beat Colby Covington. And you're in the conversation with guys like Shavkat, who are like right there, maybe one step shy. I think this puts him ahead of Shavkat, even though Shavkat is and has been the person that's on the tip of all of our tongues in terms of the next guy at welterweight. He's got to find a way to get that fight. Right now, Ian's poking and prodding and doing the right things. He's got to do more. Бірақ та біз олай ойламаймыз, құрметті жанкүйер. Яғни сіз болсын, мен болайын, біздің ойымыз әрине Шавкат міндетті түрде осы титулдық белдесуге шығуға әбден лайық. Сонымен қатар достар, жақында осы 2 күн бұрын бір Talk Sport деп аталатын, яғни британдық Talk Sport деп аталатын Instagram парақшада осы Леон Эдвардстың жаттықтырушысы Дэйв Чепелдің өзінің сұхбаты шыққан болатын. Сол сұхбатта Дэйв Чепел айтып өткен болатын. Жалпы UFC-да 300 кездесуінде біз Леон Эдвардс шығуға дайын болды UFC 300 кездесуіне. Сол кездесуге Леонға қарсылас ретінде Шавкат, Ислам Махачев және де Хамзат Чимаев ұсынылғанын растап өткен болатын. Бірақ та оның алдында біз білетіндей Саят Абдрахманов өзінің бұрынғы сұхбаттарында осы Шавкат Рахмоновқа UFC 300 турнирінде өнер көрсетуге ешқандай ұсыныс келіп түспегенін айтып өткен болатын. Бірақ та Леон Эдвардстың жаттықтырушысы барлығын жоққа шығарып, бұл, яғни Саят Абдрахмановтың сөзін бұл жоққа шығарып, жоқ, Шавкатқа ұсыныс түсті, Хамзат Чимаевқа ұсыныс түсті, және де Ислам Махачевке ұсыныс түскен болатын. Бірақ та бұл жауынгерлердің барлығы Рамазан айында ораза ұстап жүргеніне байланысты бұл кездесу болған жоқ. Дегенмен де Леон Эдвардс осы UFC 304 турнирінде шілде айында Ұлыбританияда, яғни Англияда Манчестер қаласында өнер көрсетеді. Және де жалпы Англияда болсын, Манчестерде болсын, жалпы мұсылман қауымдастығы өте үлкен. Соған байланысты менің ойымша Леон Эдвардстың қарсыласы 99.9% Белал Мухаммад болады деп айтып өткен болатын. Unfortunately, he couldn't make the 300 bill for whatever reasons. The lads they was put to him, Shafkat, Hamzat and Islam, they was all fasting. We was ready to go, but you know, it is what it is. So because he wasn't on the 300 bill, no doubt there's a big Muslim contingency in England, in Manchester. So I think it will be Bilal. It's not written in stone, but 99.9 I think it'll be Bilal. Ал достар, жалпы Шавкат Рахмоновтың өзіне келетін болсақ, Шавкат Рахмонов өзі не деп жүр дегенге келетін болсақ, мүмкін көбісілеріңіз көрген шығарсыздар. Осы жақында ғана MMA Вестник деп аталатын, Вестник MMA деп аталатын YouTube парақшада Шавкат Рахмоновтың сұхбат шыққан болатын. Сол сұхбатта тілші Шавкат Рахмонов сен өзің қашан Қатарға ораласың, келесі қарсыласың кім болады деген сұраққа Шавкат Рахмонов менің пайымдауымша мен келесі кездесуге қыркүйек болмаса қазан айларында дайын боламын. Дәл қазіргі сәтте мен өзім жарақатымды емдеу үстіндемін. Бірақ та қазіргі кезде аздап жаттығу үстіндемін деп атап өткен болатын. Пока никаких переговоров нет, потому что я, наверное, где-то буду готов осенью. Где-то сентябрь, октябрь, наверное, посмотрим. Пока точно никакой информации нет, пока так только начинаем тренировочный процесс получается. А есть какие-то новости о сопернике или о том, какой статус будет иметь бой? Потому что сейчас вот подрался Маделена против твоего одноклубника Гилберта Бернса, и вот Беляла Мухаммада все еще держат и не дают ему никакой ни бой, ни информацию о бое. Есть ли вот тоже какие-то разговоры о том, что твой бой будет титульный? Пока ничего не ясно, честно говоря. Но я думаю, следующий соперник, наверное, Магдалена будет. Но еще есть Майкл Пейдж. Не знаю, мне без разницы с кем драться. Самое главное, быстрее получить титульный бой. Ну, посмотрим, ждем. Здесь не пересказуемо. Бывают такие моменты, кто-то там слетает, кто-то там травмируется. Вот такие моменты ждем. Но самое главное, где-то осенью быть готовым. Кто там будет, без разницы. Және де келесі қарсыласың кім болады деген сұраққа мүмкін Джек Даля Мадалена болып қалуы әбден мүмкін деп өткен болатын. Дегенмен де Майкл Веном Пейджбен де кездесуді жоққа шығармаймын деп атап өтті. Бірақ та тағы бір нәрсе айтып өтетін нәрсе Шавкат Рахмонов.
егерде Леон Эдвардс болмаса Белал Мухаммадтың осы екеуінің біреуі жарақат алған жағдайда мен оларды алмастыруға әбден дайын екенімді айтып өтейін деп осы тілшіге осындай сұхбат берген болатын. Және де өздеріңіз білетіндей, бағана жоғарыда атап өткенімдей, біз Шавкат Рахмоновты тағы да бір отбасына тағы да бір сәбидің қосылуымен шын жүректен құттықтаймыз достар. Достар, жалпы осы аталған Джо Роганның подкасты, Дэниел Корменнің айтқаны, сонымен қатар Леон Эдвардстың жаттықтырушысының айтып өткен ойлары туралы не ойлайсыздар? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Және де бастысы достар, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.